Галинаның жүзіне қарап байқап отырсаңыздар болады. Ол жерде енді не күлкі болмайды, не басқа эмоция болмайды. Өткенде бір пародиясын жасап беріп едім ғой. Бітті. Тас сол қалыптағы Галинаға қайтадан түсті. Жарайды, Бексұлтанның осы жол қолынан келе ме екен, бұны реттеу жоқ па, оны алдағы уақытта білеміз. Ал қазір шымылдық жабылсын. Нұрлан. Біздің арамызда күміске әнші 45-ші күн күтіп отқан Шыңғысқа келді деп ойлаймын. Бәлкім Шыңғысқа. Саған келуі мүмкін емес ау, сен қыз шақырып отқан жоқсың ба эфирде? Жоқ, сол негізі Ақбөпем. Индираға келсін. Оны білмеймін енді, бүгін келе ме жоқ па? Ренатаға келген сияқты менің ойымша. Ренатаға келсе екен деп, қатысушылар тілекші болып жатыр. Индира да бар ана жақта. Айдос, сізде үміткер бар, міне Индира, Рената, Арыстан, Мұхаммедали, көп бізде қатысушылар үміткер күтіп отырған, және қазіргі шығатын үміткердің таңдауы Арыстан. Ой, жарайсың, жайғаса ғой. Чотты неожиданно болып қалса, не ожидал отыр. Енді сіздер алдын ала білмейсіздер ғой, кез келген уақытта сіздер үшін шашым сарғайып барады қайттан. Яғып жүрмше сары шашым. Жоқ, шашым қазір жақсы. Қазір жақсы, Көңіл-күй көтеріңкі. Көтеріңкі, бүгін гиперактивный отырсын дейді. Бәрі Ренат айтып отыр, ана жерде жүгіріп жүрсің, бүйтіп жүрсің, сөйтіп жүрсің деп. Эфирге енді үйренейін дегенсің ғой деймін сен, солай болып жүрген сияқты что-то. Бәлкім, ол бір жақсы негізі, Сол себепті де үміткер байқап келіп отырған шығар сені таңдап. Шақырамыз ба, дайынсың ба? Шақырайық, дайын. Арыстанның үміткері студиямызға шақырамыз, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Танысайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз Мені ба? таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Мәссаған, Арыстан бірден тізгінді өз қолына алды. Жарайсың, бір қошемет деп қойыңыздар қолдап. Есіміңіз? Есімім Ұлжан болады. Күшті есім екен. Қалаңыз, еліңіз, қай жақтың тумасысыз? Айтып жүрсеңіз. Мен жасым 21-де. Туып өскен жерім Шымкент қаласы. Қазіргі таңда осы Алматы қаласында тұрамын. Мамандығым барлығын жалғастырып айта берейін ба? Айта беріңіз, өзіңіз туралы. Мен мамандығым повар-кондитер. Аспаз мамандығым. Чотты бүгін поварлар көбейіп кетті ме? Аспаздар күні. Аспаздар күні, Сол мамандық бойынша жұмыс жасаймын. Жалпы менің азаматтық некеде тұрғанымды білесіз, оған көзқарасыңыз қандай? Ауырдан бастады бірден. Сразу айтып тастау керек қой, барды бар, жоқ деп. Ол жөнінде біліп келдім, бірақ азаматтық некеге менің көзқарасым қарсымын өз басым. Қазір мен де қарсымын, оған айтсам. Себебі бәрібірде ақ некелі жар болу барлығына нәсіп болған. Мысалы, мен өз басым тілеймін. Себебі оның орны бөлек. Мен енді өзім мұсылман болғандықтан біздің менталитетке неге ол жат. Сол үшін мен біліп, соны келдім, сізді таңдап. Рахмет көп-көп. Татуировкаға қалай қарайсыз жалпы? Қарсымын. Бірақ енді сіз уже жасатып қойған екенсіз, ол өзіңіздің қалауыңыз маған дейінгі болған. Рахмет, ұнап айтқандар бәрі. Тағы сұрағымен бір ретте сұрақ қойдым ғой, если кино, фильм, кітаптан персонаждар бар ғой, который содан қандай персонаж ұнайды именно? Мысалы, маған Человек-паук дедім, бәрі біледі шым жерде. Камил ханым да өзі Человек-паук деп прикол ұстайды. Человек-паука. Енді сізге де Человек-паук ұнайды ма? Бірде екенбіз. Сол қатысушыларға кезек берсек та. Бітті ма нет сұрақтар? Бітті сұрақтарым. Уже көптен просто ұмытып қалған ғой сұрақтар. Жарайды. Қызығушылығыңыз қандай? Хоббиіңіз қандай? Мен өзім аспаз мамандығын өзім қалап түскенмін. Ол таңдауымды менің бірден бір анашым қолдаған, соған түсірген, қолдап оқытқан. Сонымен сол саланы өзім алып кеттім. Содан кейін маған көбіне аспаз болып жұмыс жасасам да, маған тәтті, сондай бәліштер, торттар, сондай неше түрлі десерттер пісірген ұнайды.
күшті Иә. хобби екен, иә? Иә, келесі эфирде күтеміз онда бір торт па. Мәссаған, шымылдық ашылмай Сразу жатыр. ше. Тортқа тапсырыс беріп жатыр. Сен тәттіге қалайсың? Мен тәттіге құмармын. Құмарсың ба? Құмармын, жақсы Иә. көремін тәтті дегенде. Тәтті қыздарды, тәтті торттарды да бәрін. Тәттіге не байланысты? Өзім жақсы көремін сол нәрселерді. Ата-анаңыз үйде неше баласыз, соны айтып жіберсеңіз толығырақ. Мен толыққанды отбасынамын. Үйде біз 10 ағайындымыз. Машалла. Иә, оның 10-ы да қыз, ең кенжесі мен. 10 қыз. Иә. Ай, 10 қыз. машалла. Не деген бақыт, не деген бақыт. 9 әпкеңіз бар. Бажалар- Ұлжан ырымдап қойған ғой Ұлжан деп. Иә. Бірақ ең Бажалар- кенжесісіз. Иә, ең кенжесі мен. Бажалар көп болатын болды ғой, Иә. Камила ханым. 10 қыз Иә. болатын болса. Ойлашы мысалға. Әпкелеріңіздің барлығы тұрмыста ма? Ау? Әпкелеріңіздің барлығы тұрмыста Менен ма? үлкен екеуі қалған, қалғанның барлығы тұрмыста. Ең үлкен екеуі қалды. Иә, менен үлкен екеуі қалды, қалғанның барлығы тұрмыста. Сізден, яғни 8-ші, 9-ші Мгм. реттегі 8, 9, әпкелеріңіз. 10. Әпкелеріңіз, кешірім өтінемін Арыстан. Әпкелеріңіз біле ме осында келгеніңізді? Иә, мен деген осы жаққа келемін деп дайындалып жүрген күннен бастап бірінші ескерттім. Одан кейін барып рұқсатын алдым, нақты шештім, содан кейін келдім. Неге мен бір сұрағым бар? Мынандай Ең сұрақ қояйыншы, әпкелеріңіздің есімдерін атап бересіз бе? Мхм. Аха. Меруерт, Оразгүл, Нұргүл, Айман, Шолпан, О, Аяулым, Ұлпан, Дүйсенкүл, Ұлжан, Ұлбике. о, әдемі. Иә. Мен Камила бір сұрағым бар, Камила ханым. Жалпы арыстанды неге арыстан? Не үшін арыстанды таңдап келдіңіз? Иә, мен осы жобаны, мысалы, сезім бағын үнемі көрем деп айта алмаймын, себебі біз жұмыстағы адам болғандықтан, бірақ маған бір қатты ұнағанына, мысалға, басқалардан мысалы таңдап келем деген ой маған келгені, бұл жерде арыстанның жауапкершілігі. Мысалы, басқа да үміткерлермен таныстығын көріп отырдым, мысалға, сол уақытта мысалға көбіне қатысушыларда бір кездер болып қалады деген жағдайлар ше, қолымыз тимей қалды, осылай деген сияқты. Бірақ арыстанда мен көбіне қараймын, үміткерге жауапкершілікпен қарайды. Арыстан негізі өте ақкөңіл жігіт. Өте ақкөңіл. Осы жерде отырғандардың ең бір ақкөңілі Арыстан десем де қателеспеймін, иә? Өзі конфликтке жоқ, сондай сабырлы. Қош, үміткерге сұрақ қойып кетсем Қош бола ма? келдіңіз, Ұлжан ханым. Мен сұрақ қойып кетейін деп едім. Қош көрдік, айтыңыз. Бұрынғы ара қатынас болды ма сізде? Қанша уақыт бұрын тоқтады? Менде ара қатынас 1 жыл бұрын тоқтаған. Біз ол кісі қазір үйленген, отбасылы. Солай, соңғысы. Ара қатынастың тоқтауына не себеп болды? Тоқтауы, мысалға, бірден келіп тоқтап қалған жоқ ол ара қатынас. Бірден бір себеп измена болды, өтірік айту болды. Сонымен мен оны өзім ондайға жібере алмадым, сондықтан тоқтаттым. Енді ондай ренішпен немен кеткен жоқпыз екі жаққа, мысалға, екеуміз де келісіп, саналы түрде шешіп екі жаққа кеттік. Ол кісі қазір отбасылы. Мен ешқандай ренішім жоқ. Солай. Ер азаматтың үстінен, ер азаматтан қаламайтын 3 қасиет, керек емес қасиетті айтып жіберсеңіз. Қаламайтыным өтірік айту, бірден бір маған ұнамайды. Екіншісі сол жауапкершілік ала алмауы, мысалға, ер азаматтың. Одан кейін Айтқан сөзінде тұрмауы. Иә. Сол екеуі, былай үшеу деп айта алмаймын. Қазір мысалы ойымды кішкене жинақтауда қиын болып тұр маған. Мен сұрағым, Сен бола ма? Мынандай сұрағым бар да, алдыңғы таныстық кезінде Арыстан былай айтып кеткен. Бұрынғы қызымның отношениясында осындай проблемалар болды деген проблемаларды, мысалы, басынан ала алмай жүр. То есть өз-өзін жоғалтып алатын жағдайлар болады, сосын қыз бала кінәлі болып қалады. Мысалы, сондай жағдай болса сіздердің таныстықтардың үстінде қандай іс-әрекет жасайтын едіңіз? Менің тарапымнан болса ма? Иә, сіз қыз бала ретінде қандай поддержка беретін едіңіз? Өйткені Арыстан шынымен ақ көңіл, ешкімнің қолын қайтармайды дегенде, иә, шынымен ақ көңіл бала, бірақ бұрын болған нәрселерін алға шығара береді да, содан кейін қыз бала кінәлі емес, қиналып қалуы мүмкін. Қандай мысалы іс-әрекет жасайтын едіңіз? Мен енді өзім ол кісіні толықтай жібергенмін, ұмытқанмын. Ол мысалға мен басында емес,
сөйлей беріңіз. Иә. Микрофонсыз сөйлемеңіздер, ойын бұзып жіберіп жатыр. Иә. Сол үшін мен мысалға бұл жерге егер ол кісіні жібермесем, ұмытпасам, келмейтін едім. Сәл менің сұрағым түсінбеген сияқтысыз. Аха. Арыстан тарапынан сондай нәрсе болды да, соңғы таныстықта. Мысалы, сіз қандай қыз ретінде поддержка беретін едіңіз? Ондай кезде енді ол өтіп кеткен нәрсе, сол үшін мен қайта шығармайтын едім. Жоқ, Әселяның айтып жатқаны мынандай ғой енді. Мысалға сіз жұмыста боласыз, 5 минут телефоныңызды алмай қалсаңыз, уже Арыстан бүйтіп айтады. Бұл бір жігітпен сөйлесіп жатқан шығар, бәлкім деген сияқты ойларды құрап алады. Бар енді қызғанышы кішкене миынан. Соған көз қарасыңыз қалай деген сияқты. Өткен ара қатынасынан қалған сондай бір травма дейді ғой, сондай қалып кетті. Ондай кезде енді ол Сізге ондай ұнамайтын болса, қазір бірден айтыңыз, Арыстан, мен ондай дүниелерге шыдап жүре бермеймін деп. жоқ, ондай емес. Мен барынша көңіл бөлуге тырысамын, түсіндіруге тырысамын. Болған жағдайда, егер мысалға осындай болып қалды, неге сен көтермедің, неге жауап бермедің, неге бұлай жүрдің деген сияқты болса, мен барынша сабырлықпен түсіндіремін. Камилханна жер айта кетейінші, ол нәрсе, ол жайт уже өтті кетті, мен ондайды ұмыттым. Бекзат та өзі біліп жүр ғой, ешқандай қазір Гүлназға, мысалы Гүлназдың өзінде мен 5 минут демеймін, мен мысалы 4-5 сағаттың өзіне просто әңгіме айтамын да, жоғалып кетеді 4-5 сағат. 2 галочка барып тұрады, мысалы WhatsApp желісінде, бірақ көк жанып, жауап бермейтін жадаттар болады, жағдайлар. Сондай моменттер болған кезде тек қана мен өзімді көрсетемін. Айтамын осылай, қайда жүрсің, не істеп жүрсің, бірақ сондай болады. Сұрағым, сіздің жалпы өткен ара қатынасыңыздағы ер азаматтың жасы қаншада болды? Үлкен болды ғой деймін бір? 3 жас үлкен. 3 жас үлкен болды ма? Жақсы. Ұлжан, қош келдіңіз. Жаңа айттыңыз ғой, үміткерлер жақсы сыйлайды деп. Бірақ Арыстан бағана айтқан таныстық тоқтады. Және де таныстық тоқтағанына қуаныштымын деген сияқты айтты да. Үміткерді керісінше жаңағыдай не деуші түсіру мақсатын айтқан сияқты болды да. Бұл жерде қалай ойыңыз қандай? Мен мына жерде өзім айта кетейінші, ол жайтты қуаныштымын деген жайт, потому что біздер сөйлесіп жүрдік, и бір моментте қырылып қалдық та, мен оған жазам ғой хотя бы. Кездесек, сөйлесек, осы проблема шешейік. Мысалы, мында келу керек қой, қалай бастадың ответственностьті, солай бітіруге, тоқтату керек деген сияқты нәрсе болды да, и ол қыз мүлдем жауап берген жоқ, игнор ұстады, мен айттым, ойыншық қылып кеткен сияқты деп. Ол жамандыққа саналмайды, мен просто жалқып кеттім де ол нәрседен тоже жазып, бетек, сөйтек дегеннен. Ол жамандауға жатпайды дегендері. Мен сұрақ қойым келіп отыр үміткерге. Сізде бірінші свиданияда қандай болған қалайсыз? Қай жерде өткенін, көңілден шығу керек деген сияқты қалай болған қалайсыз? Бірінші кезде арманыңыздағы алғашқы кездесу қайда және қалай өту керек? Біраз ойланып алуға уақыт берейік. Тікелей эфирде бұндай танысып отыр, есімі Ұлжан, әп-әдемі сүйіп-сүйкімді қыз, бірақ әлі Арыстан Шымылдықтың ар жағында қандай ару отырғанын білмей отыр. Қызық болып тұр ма? Ашамыз ба? Ашайықшы. Ашайық ендеше, ашылсын. Ұнаған сияқтысыз ғой. Ұнақ болды. Сынып қалдым. Сынып қалдым дейді. Комплимент айтсайшы енді дұрыс. Әдемі, жақсы, керемет, сұлу. Андай өлең керек қой мына жерде. Андай өлең. Оңғардың қолы бос емес. Жақсы. Only you. Біз айта салайық. Болды. Негізі рас, қызарып та кетті жігіт. Сырт келбеті бойынша енді әбден ұнаған сияқтысыз. Ұнамауы мүмкін емес енді Ұлжан, сүйіп-сүйкімді, әдемі. 9 бажа болады, ойланшы Камилхан. 9 бажа болады деймін. 9 бажа оның үстіне. Енді Алла бұйыртса деп сөйле. Алла бұйырса, Барлығы жақсы болып кетсе, бажа деген жақсы ғой, ана бір анекдот бар еді ғой. Ажырасайын десем, бажамды қимаймын деген. Бажалар көп болғаны жақсы. Мынандай не бар да, психологияда енді қатты разбираться етпеймін, бірақ та негізі адам қай кезде тез ғашық болады, қай кезде тез бауыр басып қалады. Ол андай кез екен де, ортасында болмасын жүрген жерінде жалпы ішкі жалғыздықпен бір жылулық жетпей жүрген кезде.
мысалы сол сұрақ қойғым келіп тұр саған қандай Арыстан. сұрақ айтып қойыңызшы? түсінген Сен өзіңді жалғыз соңғы кездері жалғыздықта болмаса бір біреудің махаббатына адамның бір вниманиясына жылулығына мұқтаж болып жүрсің ба негізі? Внимание любой еркекке керек. Жоқ керек қой негізі сен на данный момент бір қатты бір адамнан жылулықты күтіп жүрсің ба негізі? Бәрі жылулық күтіп жүрген бар мына жерде отқасын үйленуге келгесін деймін де. Жоқ просто сенің бірінші кездесуде сразу ұнатып қалғаныңды айтып жатырмын. жоқ ол енді Ұнату сырт деген де келбеті симпатия ғой. болады Иә, да. бір көргенде. Сенде не ондай болмай ма не бір қатты сүйкімді қызды көрген кезде Мысалы сен жаңа ғана айттың ғой өзің мәссаған ақбөпе сондай Иә. Мен мойындап отырмын ғой, иә, мен сол Иә. жылулық жетпегеннен кейін ұнатып қалдым. саған жылулық жетпей жүр ма? Иә, дәл өзі. Өзінің ішкі жаңағы несімен теңестіріп жатыр екен ғой. Басқа маған сұрақтарыңыз бар ма? Эльдан, сен Қоятын. қандай сұрақ қойып едің? Ұмытып қалдым. Первое свидание. Күшті сұрақ болды айтпақшы, иә. Мгм. Алғашқы кездесу Aa. қандай болып өту керек? Енді біз өзіміз жеке отырып сөйлесе алатындай енді қазір деген күн жылы мысалға ше кафеняларда мысалға сыртта мысалға нелері ашылып жатыр ғой. Сол жақтарда өтсе сосын маған көбіне өзіме тауға шыққан солай ұнайды. Сондай кездерде Помню. Сондай кездесу болса Иә, әдемі, сондай иә? кездесу Иә, болса. маған да негізі олай ұнамайтын адам жоқ қой, иә, летниктерде әдемілеп шай ішіп отырсаң, бірақ ол әдемі, бірақ сол екеуіңіз ғана емес, қасында тағы бір досы кем дегенде Хотя бы видео Немесе түсіретін бір келіп. екеуі жүрсе, Иә, қалай енді қарайсыз? просто Иә, да. таныстық кезінде ғана ғой, ал былайынша мен қарсы емеспін. Қарсы емессіз. Яғни Жоқ, нақты алғашқы кездесу туралы әңгіме болып жатыр. нақты мен өзім мысалға тұйық адам емеспін, Мгм. ашықпын. Сол үшін мысалға досын ертіп келсе де деген сияқты мен араласып кете беремін. И сосын бүйтіп жабылып қалмаймын, ашық сөйлесіп кете береміз. О, жақсы. Ал егер мысалға сіз жалғыз болсаңыз, ал Арыстан Бекзатпен Шыңғысты ертіп келсе, яғни бір қыз, 3 ер азамат. Ыңғайсыз болмай ма? Иә, енді ондай кезде бұл кісі өзі де ойланып олай жасамайтын шығар деп ойлаймын. Немесе ертерек айтып қою керек пе сізге? Яғни мен досыммен келе жатырмын, сен де құрбыңды алып шықсаң болады деген сияқты. Ондай кезде ескертіп қойса болады, оған қарсы емеспін. Немесе біз отырмыз, біздің қасымызда көрші столикта отырса, мысалы мен қарсы емеспін. Немесе барлығымыз бірге. Ол да бір жақсы жол, Иә. иә? Күнде сөйтемін. Сосын тағы да бір сұрақ бар еді менде. Жалпы өзіңіздің тойыңыздың қалай өткенін қалайсыз? Мен өзім тойымды жоғары деңгейде өткізгім келеді. Ақ көйлек кию енді әрбір қызға арман, сондықтан да барлығын әдемі қылып, фотосессия жасап, бөлек-бөлек мысалға беташарымды да, үлкен тойымды да барлығын әдемі жасағым келеді. Мұндай сұрақ Иә, қойып ал кетесің егер ғой, енді ханым. жігіттің Өнерге қандай қазір, сөйтірші қазір? Өнерге қандай вообще өнеріңіз бар ма бір? Өлең айту, билеу. Енді ондай қатты өнерім жоқ. Мен бір сұрақ Мен қояйын. әдемі торт пісіре аламын. Иә. Ол да Сұрағандай мысалы не? өлең Өлең өнер ғой, айту, екінің не бірінің қолынан келе Иә. бермейді. Бір сұрақ қоя кетсем ол, қателеспесем Оралда қалың мал жоқ қой, ал Шымкентте қалың малдың көкесін сұрайды да, жалпы қалың малыңыз қанша? Қалың малыңыз қанша? Қалың малым дегенде оны мен ата-анам шешеді. Бұл кісінің де ата-анасымен сөйлесіп деген сияқты бір қатып қалған баға жоқ. Ол барып базарда немесе магазинде, дүкенде деген сияқты барып мысалға ценнигін қойып тастады, болды, мен осы бағада тұрмын, осы болмаса мен кетпеймін тұрмысқа деген сөз емес. Мысалға, Енді қараңызшы Олжан, 7 әпкеңіз тұрмысқа шықты ғой. Қалың малсыз кеткені болды ма арасында? Жоқ, болған жоқ. Барлығына дерлік қалың мал әкелді. Яғни сіздің отбасыларыңызда міндетті түрде қалың мал әкелу керек. Жігіт оралдық. Ата-анасы ертең айтып шықса, бізде қалың мал деген жоқ, сол себепті біз алып бара алмаймыз, апармаймыз десе, сіздер көнесіздер ме оған, жоқ әлде бәрібір басасыздар ма? Жоқ, міндетті түрде минималды болса да қалың мал алып келу керек. Кішкене енді болу керек. Ырымын жасау керек. Ырымын жасау керек деген қазір Шымкентте енді біраз ақша. 1,5 миллионнан басталады деп естіп жатырмын. Сол шамамен қанша екен айтшы ол? Бұл жерде сен бағаң бар, мына жерде жапсырып қойды деген әңгіме емес қой? Енді менде ата-анам шешеді, былайынша нақтысын айта алмаймын. Қазір енді мысалға басқа да мен өзім құрбыларымды көріп жатырмын ғой, 2 миллион деп айтып жатыр енді. Міне дайын бол сондықтан. Сіздің де Арыстан. Сізде қандай жоспар негізі? Қалың мал бересің бе үйленсең? Жоқ, вообще жалпы негізі бізде Оралда мындай ғой, Оралдың қызын алсаң, если Орал, Ақтөбе, тағы қандай бар, қалың мал бермейтін Петропавл, оларға бермейсің мысалы. Если Шымкент, тағы қай жақтар бар. Шымкенттің қызын алсаң берем дегім келіп отыр ғой. Керемет. Енді Олжан ұнап отыр демек таныстық?
жалғасады. Жалғасады, иә. Әдемі бір кез